1 маусым балаларды қорғау күніне орай облыстық ғылыми әдістемелік және мәдени қызмет көрсету орталығында мерекелік шара өтті. Оған балабақша бүлдіршіндері мен орталық өнерпаздары қатысты. Жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын салтанатты мерекеде жас өнерпаздар өнерлерін көрсетіп, бүлдіршіндерге түрлі ойындар ойнатты. Бұл жыл ішіндегі ең керемет күндердің бірі 1 маусым халықаралық балалар күні. Бүгін барлық жер бетінде біздің кішкентайларымыздың күні аталып өтіп жатыр. Соған үлес ретінде біздің облыстық ғылыми әдістемелік және мәдени қызмет көрсету орталығының жылдық жоспарына сәйкес балалар қорғау күніне біз өмірдің гүліміз атты мерекелік шара ұйымдастырып жатырмыз. Бұл шараға біздің қаладағы осы шағын ауданда тұратын балалар және балабақшалардың, жақын жердегі мектептің, осы шағын аудандағы балалардың бәрі қатысады деп жоспарлап жатырмыз. Балаларды қорғау күні әр баланың көңілді де бақытты балалық шағы болуы тиіс екеніне тағы бір мәрте назар аудартады. Балаларға шат күлкі мен қуаныш сыйлауға мүмкіндік береді. Атаулы мерекеде орталықтың жас өнерпаздары да балақайлардың барлық арман тілектерінің орындалуына және әлемде бейбіт өмір болуына тілектестігін білдірді. 1 маусым балаларды қорғау күні құтты болсын. Ата-аналары аман болсын, дендері сау болсын. Бүгінгі балалар мерекесі құтты болсын. Барлық балаларға ашық аспан, бақытты балалық шақ тілеймін. Бұдан бөлек мереке қарсаңында бөбектер арасында еңбектеуден сайыс өткізілді. Оған 6 мен 10 айлық арасындағы 15 сәби қатысты. Балақайлар 3 топқа бөлініп сайысқа түсті. Олар арнайы жолақтың үстімен еңбектеп жүру өту керек. Шара соңында сайысқа қатысқан бөбектерге ойыншықтар мен түрлі тәттілер және мақтау қағазы үлестірілді. Дәметкен Саматқызы, Мұқағали Нұрдәулет, Ақтау Ньюс.